Бүгін Астананың мамандандырылған ауданаралық соты Астана Экспо 2017 компаниясындағы жемқорлық бойынша айыптаушыларға үкім шығарып, Талғат Ермегияев 14 жылға қамауға алынды. Оның мүлкі тәркіленіп, мемлекеттік және коммерциялық ұйымдарда жетекшілік қызмет ету құқығынан өмір бойына айырылды. Сондай-ақ сот президентке Ермегияевтің мемлекеттік марапатынан айыру туралы ұсыныс енгізді. Бұған дейін ол өзіне тағылған айыптан бас тартып, бірнеше рет өзінің кінәсіз екендігін мәлімдеген еді. 8 маусымда сот кінәларын мойындап, прокурорлармен келісімге барған 12 фигурантқа қатысты үкім шығарды. Олардың ішінде Астана Экспо 2017 компаниясының құрылыс департаментінің экс-басшысы 61 жастағы Қажымұрат Үсенов бар. Сот оны айыпты деп танып, 2 жылға бас бостандығынан айырды. Жемқорлыққа қарсы қызметтің мәліметінше, Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясынан ұрланған қаражаттың жалпы мөлшері 10 миллиард 200 миллион теңгені құраған. Сот процесінде 5 бап бойынша 20 адам айыпталды. 4 сәуірде басталған сот процесі 2 айға созылды.